Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Ободо белгилүү журналист, жазуучу Динара Бейшеналиеванын чоңдор үчүн жазылган жомоктор сериясынан Алтын капас жомогу. Аксырайдын ичи ууду, шаң шарапат, той, майрам, конок аяк үзүлбөйт. Келгендин баары жүзүн багында илинип турган капастын жанына келишип, анын ичиндеги боз муштун бөдөнүнүн сайрашын күтүшөт. Аларга алтын капаста бөдөнү да кызык эмес. Бөдөнүнүн сайраганы кызык. Сөөлөт, дөөлөт күткөн бул немелер канаттууга көңүл бурган болушуп, бири-бирине көңүл бурушат, бири-бирине көрүнмөй, жагынмай, жасакерленмей, жасалмаланмай, текеберленмей, айтор чымчыкта жук сапаттын учкундары ушул жерде дагы жылт-жулт этет. Алтын бермет шакектерин жаркылдаткан аялдар аппак сөймөйлөрүн капаска салып, киш, ой деше назданышат сайрабай жаткан бөдөнөгө. Эркектер кас-катар карс-карс күлүшүп, улам бири чүйгүн даам татымдардан алып келип, бөдөнүнүн алдына жайышат. Паранда эч кимге көңүл бурбайт. Карап тургандар таң. Алар ушу тапта бөдөнү эмне ойлоп жатканын, жанындагы тамак-аш аны сүйүнтпөй эле кейишке салып жатканын билишпейт да. Чымчыктын тостойгон эки көзү тирүүлүктүн отундай жылтырап, бетегеси белден буралган гүл талааларды, асман тиреген арча кайың тоолорду элестетип жаткан. Мына астында толтура түркүн даам, түркүн дан. Ошол кезде ошол эркин сызып жүрчүдө канатын талытып кармаган бир даана көпөлөк, бир даана курту дагы бир башкача даамдуу эле. Чириндиники ошондо төгүлүп төшөлүп сайрап үнүн басчу эмес эле го. Анча күч кубат каяктан келет десең? Чырк чырк, чырк чырк, бытпылдык, бытпылдык, чырк чырк, чырк чырк. Гүл болуп буралып сайрайт, күн болуп кубанып сайрайт, шамал болуп суналып, сойлоп, ойноп сайрайт. Өзүнө ушул боз шамал болуп безеленгени жакчу. Ээликкен эркин шамал аскага урунат, ташка урунат, чөпкө урунат, көккө урунат, деңиздерди кечип өтөт. Бөдөнү дагы кайып учкан шамал сыяктуу кайрып безеленип ырдай берет. Жаагын жанып ырдай берет. Ыр түгөнбөйт, ыр түгөнбөстөй сапырылып, кайка учуп жатканын сезер эле. Чык-чырык, чык-чырык. Жаагы тынч эмес. Эркиндик бир тыным берчү эмес эле, дүйнөсүн алып учуп. Кубанычтын кучагында кулпурган эркиндик кайдасың? Капаска түшкөндөн бери бир да жолу ырдай элек. Жүрөгүн кусалыктын зили каптап, тосток көзүн жаш чайганда муңканып алат. Кыйык, кыйык деген сыяктуу добуш чыгат, тамагын тытып. Бул ыр эмес, бул ый эле. Ак сарайдагылар болсо алакан чаап кубаттап коштоп калышат. Ушул эки аяктуу жаныбарлар ый менен ырдын айырмасын деле биле беришпейт экен. Дегеле жан дүйнө көңүл эмне экенин түшүнбөгөн, оюн зоок, күлкү, каткырыктан башканы билбеген дүлөй, сокур жандарбы булар? Кең талаада башка жашоо, ал жакта жасалма өң, жасалма боек жок, бардыгы чын. Эмнени көрсөң чын, эмнени уксаң чын. Кайрым ошол жакта. Непадан бирөө ыйлап калса, калган куштар чурулдап коштоп кетишет. Учуп баратканы, сойлоп баратканын куткарууга даяр. Ар балейден куткарууга даяр чуркурашат. Учуп чык, уча албасаң бөгүп кал, бөк, кач, качып чык деп кыйкырышат жаналы калбай. Кайран талаамай, кайран гана кең дүйнөм-ай. Бүгүн да аны адаттагыдай сулуу аялдар, зыңкыйган, зыңгыраган эркектер карап турушат. Бөдөнүнүн астына чүйгүн тамактарды коюп, эч сайрата алышпай койду. Бөдөнүңүз сайрабай жатат, сайрачу беле? Дешти сүлкүлдөгөн ак сарай ээсине. Саал кечиктиңер да, жана аракта тынбай сайраган эле. Анан алар кайрадан дастуркон четинен орун алышты. Мына, ушул жасалгылардын баарын
Дүниенің төрт бұрчынан мен деген ұсталарды алдырып жасаттым. Индия, Иран, Түркия, Қытай, Пакистаннан келішті. Қарасам, бір нәрсе жетішпейді да, еш еле таппайым. Bir күні сыртта отырсам, bir оқмыш үн шығады, жігіттерімді тап қыла дедім. 3 күн аңдып жүріп, тұзаққа түшіріп қармап келішті деп, ашынған бай екенін, құдіретті, күшті екендігін ананаға қошып жаратылыштыдағы ментеп сүйерін 100-ші, 1000-ші жолы қайталап айтып кіреді. Бөдіні бұға чейін боздып, сыздап, ыйлачы болса, енді тақыр үн қатпай қалды. Тегіл жевічкеніне разы, екі аяқ сияқ, сезімсіз сенек болып сенейді. Бөдөнün ұйы шықпай қалды. Ақсарай иесі бір айласын тапсадағы қапастағы чымчық сайрағанын тоқтатты. Ақсарай иесі бар айласын қылсадағы қапастағы чымчық сайрағанын тоқтатты. Сайрабасы анын кімге керегі бар? Сыртқа алып шығып, қапастың ешігін ашты. Бөдөні ұшын күтіп тұрғансып, пырр етіп ұшып шықты. Қапаста қамалы отыра бергенге бе, Айтур аға ұшуш оғыр болып қалыптыр. Ошынсыдағы араң жеткен еркіндігіне жетін албай, ары-бері қайпалақта ұшып жүрді. Бателе чарчады емнегедір. Тегіне, теге жақта чөө жүрөт, жүйірі басып. Те қырда болса, желіп жортып қаршықырлар баратыры. Асқа бұғырында жыланды қарабайсың бі? Улам өйділіп жылып, уяға жақында баратқанын. Балапандарын сақташ үшін атенесі чейпылықтап ұшып жүрішөт. Бүт қанатты қошылып алыптыр. Қошы чырылдашып, бөдөнün жүрегі бол кетті. Ушул жерде өсіп өнбөді біле. Қантып қана жашады екен, дене бойы чейіріға түшті. Жеміздеп жерге түшселе, мышық басағалчыдай қанаттары дір-дір етеді. Сүлөсін кебетеленген жапайы мышықтар жер жайнайды. Бүрөсі дал ал отырған арчанын астына келіп қалды. Күн болса уясына батқаны улам төмендіп жылып баратыры. Аңқыча бөдөнінің құрсағы құр етті. Көрсі ачқа қалыптыр. Ертеден бері нар албаптыр да. Ақсырайдың ішіндегі даяр суылар, даяр даамдар көз алдыға тартыла берді. Bir топ жыл жашап қойыптыр ал жерде. Көнүптүр, көнмөк тұрсын, байланыптыр. Атыр жыттары бұреткен, жібек көйнөктөрү шур еткендер. Жүрегінде оты бар, билегінде күчі бар, өткір көздөр аны тегеректеп тұрышчы емес біле. Енді болса, алардың көңіл бұруысыз, қол чабууларсыз, еркіндіктегі көп бөдөнінің бірі болып, күнүнө жеміздеп, түнөгүнө аман қайтып барар-барбасың белгісіз чар қайланып, жеміздеген күндерді қантып башынан кечірет. Бары жоғы даяр жерден емнеге келді бұл жақа. Жоқ, Ақсарайға кетіш керек. Күн батқанша жетіш керек. Бөдені зымыра ұшып жөнеді. Адашпай тапсам екен деп барады. Адашқан жоқ, жетті. Қороның ішіндегі чоң алма баққа келіп қонды. Ана, адаттағыдай қонықтыр бақылдашып, көрігі Ақсарай іші. Ана, иесінің бақ-бақ еткен үні. Бөдені үнінің болшынша бұт-бұлдық деп безіленіп тал башынан. Бұл сұранған мені қайра қапасқа кіргізіңізші. Мен келдім деген жалдыраған өнелі. Бөдөнөсі сайрай баштағанын көрген сарай иесі алтын қапасты жігіттерін алдырып шығып, ешігін аштырып қойды. Бөдөнө қандай пыр етіп ұшып шыққан болса, ошындой пыр етіп кіріп кетті. Екі жағын қаранды, чүнеле келді бе? Чүнеле алтын қапасқа жетті бе? Бөдөнө жағын жанып, сайрап кірді. Сіздер белгілі журналист, жазуучу Динара Бейшеналиеваның чоңдыр үшін жазылған жомоқтор сериясынан алтын қапас жомоғын ұқтыңыздар. Оқыған Кипариса Сурахманова.